Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын 3 түрлі бургер дайындайтын боламыз. Ең алдымен қызыл бургер дайындаймыз. Оны осындай қызылшадан дайындайтын боламыз. Орташа қызылшамызды аршып турап, осылай блендерден өткіземіз. Сәл су құйып, тағы да блендерден өткізіп, согын аламыз, яғни шырынын аламыз. Үстінен 100 мл жылы сүт құямыз. Жарты шай қасық ашытқы қосамыз және бір ас қасық ұн саламыз. Бәрін жақсылап араластырып, бетін жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Ашытқымыз дайын болды. Бір жұмыртқаның 3/1 бөлігін қосып, сәл тұз қосамыз және бір ас қасық сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Үстінен 250 грамм ұнымызды електен өткізіп қосып, қамыр илейміз. Жақсылап иін қандырып илеп, бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Жақсылап қайтарып илеп, 3 бөлікке бөліп аламыз. Бізде қызыл түсінен 3 гамбургер шығады. Дөңгелектеп, бетін жауып, тағы да қойып қоямыз 10 минутқа. Бетіне сүт жағамыз. Жылтырақ болған қаласаңыз, жұмыртқаның сарысын жақсаңыз болады. Сүтімізді жағып болған соң, бетіне күнжіт себеміз. Мен қара және ақ күнжіттан септім. Алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Котлетімізді дайындаймыз. Тауық етінің фаршына жарты пияз, тұз, қара бұрыш, кішкене куркума және копченый паприка қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа еш нәрсе қоспаймыз. Табамызды майлаймыз. Қолымызды майлап, котлет жасап аламыз. Міндетті түрде қолдарыңызды майлаңыздар, әйтпесе тауықтың фаршы қолға өте жабысқақ болады. Екі жағын аударып, осылай пісіріп аламыз. Әр жағын 10-15 минуттан пісіріп аламыз. Аударған соң, осылай қақпағын жауып пісірсеңіздер, котлеттарыңыз сочный болады. Ендігі кезекте соусымызды дайындаймыз. 3 маринованды қиярымызды ұсақтап турап аламыз. Және жарты пучок укропымызды, яғни ас көгімізді ұсақтап турап, майонезімізге қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Соусымыз дайын. Енді қызанағымызды жуып, осылай дөңгелек қылып турап аламыз. Екі қиярымызды да жуып, осылай турап аламыз. Піскен котлеттерімізге бірден осылай ірімшігімізді ашып бетіне қоямыз. Сол кезде ірімшігіміз сәл балқып, котлетімізге жабысатын болады. Булочкамыз пісіп, толық суыды осылай ортасынан бөлеміз. Міндетті түрде толық суыған соң ғана барып осылай бөліңіздер. Сол кезде ортасы жақсы болады. Котлет пісірген сковородкамызға булочкаларымызды төңкеріп, сәл кептіріп қуырып аламыз. Қуырған соң соус жағамыз, салат жапырағын қоямыз, ірімшікпен котлетімізді қоямыз, қызанақтан және қиярдан қоямыз. Келесі булочкамызға да жағып, осындай маринованный огурцымызды қойып, төңкеріп жауып, бургерімізді дайындап аламыз. Бургер құлап кетпес үшін осындай шпажкамен түйреп қойсаңыздар өте ыңғайлы. Келесі бургеріміз шпинаттан жасалынады. Шпинатымызды осындай блендерден өткізіп аламыз. Кішкене су құйып, тағы да блендерден өткіземіз. Осындай ситадан міндетті түрде өткізіп, барлық сөлін, яғни шырынын аламыз. 100 мл жылы сүт құямыз. Жарты шай қасық ашытқы қосамыз.
1 ас қасық ұнымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Араластырып алған соң бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Дайын болған аштығымызға жұмыртқаның 1/3 бөлігін қосамыз. 1 ас қасық сұйық май және сәл тұз қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Үстінен 250 грамм ұнымызды електен өткізіп қосып, қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп, бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді, осылай 3 бөлікке бөліп аламыз. Бетін жауып, тағы да қойып қоямыз. Көтерілген қамырымыздың үстінен жұмыртқа мен сүттен араластырып жағамыз. Бетіне күнжіт себеміз. Қара немесе ақ күнжіттен сепсеңіздер болады. Мен қарадан және ақтан септім. Котлетіміз дайындаймыз. Қызыл балыққа, менде бұл сёмга балығы, соған сәл тұз және қара бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Артық еш заттың қосудың қажеті жоқ, себебі сёмга балығы өте дәмді және майлы. Табамызды қыздырып, сәл ғана май жағып, балығымызды осылай дөңгелек жалпақтап котлеттің формасына келтіріп қуырамыз. Аударып, екінші жағын пісіреміз. Қақпағын жауып, 10 минутқа қойып қоямыз. Бірден ірімшігін бетіне қойсаңыздар, жақсы балқып еріп жабысатын болады. Шпинаттан дайын болған булочкаларымыз толық суыған соң ортасынан осылай бөлеміз. Қызып тұрған табамызда төңкеріп, сәл қызартып аламыз. Дайын болған булочкаларымызға соусымызды, салат жапырағын қойып, қызанақ қойып, котлетімізді қоямыз. Келесі бетіне де соустан жағамыз. Қиярымыздан қойып, төңкеріп, шпажкамен түйреп қоямыз. Қалғандарында дәл солай жасайтын боламыз. Келесі бургер қара бургер болады. Активированный өкілді міндетті түрде өте ұсақтап майдалап аламыз. Кеңірек ыдысымызға 100 мл жылы сүт құямыз. Оған 100 мл жылы су құямыз. Жарты шай қасық ашытқы саламыз. 1 ас қасық ұн салып, жақсылап араластырып, сәл көтерілгенше 10 минутқа қойып қоямыз. Ашытқымыз көтерілді. Активированный өкілімізді себеміз. Жұмыртқаның 1/3 бөлігін қосып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне сәл тұз және ұн қосамыз. Жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Менің активированный өкілім сәл азда болып қалыпты. Сіздерге описанияға қанша салатындарыңызды көрсетіп кетемін. Сәл сары май қосып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды тындырып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды қайтарып, илеп аламыз. Осындай 4 бөлікке бөліп, дөңгелектеп аламыз. Бетін жауып, сәл көтерілгенше қоямыз. Жұмыртқа мен сүтті бетіне әдемілеп жағып, үстінен күнжіт себеміз. Ақ және қара күнжіттен сеуіп шықтым. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Котлет дайындаймыз. Сиыр етіне жарты пиязымызды жақсылап ұсақтап турап қосамыз. Тұз қосамыз. Кішкене қара бұрыш қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Араластырып алған соң бір жұмыртқамызды қосамыз. Сіздер қалаған дәмдеуіштеріңізді қосып жасай берсеңіздер болады. Фаршымыз дайын болды. Табамызды қыздырып, сәл май құйып, фаршымыздан дөңгелек котлет жасаймыз. Сиыр етінің котлетін сәл үлкенде қып жасаңыздар, себебі піскен кезде ол сәл кішірейеді. Табамыздың бетін жауып, қақпағын жауып, яғни сәл екі жағын аударып, 15-20 минуттан әр жағын пісіріп алатын боламыз. Котлетіміз піскенше соус дайындаймыз. Қияр және
укропымызды ұсақтап турап майонезімізге қосып, жақсылап араластырамыз. Соусты өздеріңіздің қалағандарыңыздай жасай берсеңіздер болады. Майонездің орнына қаймақ, яғни сметана пайдалансаңыздар болады. Піскен котлеттерімізге бірден ірімшігімізді ашып қоямыз. Сол кезде сәл еріп жабысатын болады. Байқағандарыңыздай уже жабысып жатыр. Піскен булочкаларымыз толық суыған соң осылай ортасынан бөліп, табамызға төңкеріп, сәл кептіріп қақтап аламыз. Бургерімізді жинайтын боламыз. Салат жапырағының үстінен соусымызды және котлетімізді қоямыз, қызанағымызды қоямыз, қиярдан қоямыз. Келесі булочкамызға соус жағып, төңкеріп, түйрейтін боламыз. Сіздер өздеріңіздің қалағандарыңыздай дайындай берсеңіздер болады. Бірінші қызанақ, содан кейін котлет қойсаңыздар болады. Дайын болған бургерларымыз жылжып кетпес үшін осындай шпажкамен түйреп қойсаңыздар болады. Бургерларымыз дайын болды. Дайындап көруге кеңес беремін. Түрі өте ерекше, дәмі өте керемет болып шығады. Менің арнамда бұдан да басқа әдемі дәмді рецепттер бар. Рецепттерді жіберіп алмас үшін тіркеліп қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда сіздерге жаңа рецепттердің шыққаны туралы хабарлама келіп тұратын болады. Лүпіл басып, пікір қалдырып қолдағандарыңызға рахмет. Жаңа рецепттерде кездескенше сау болыңыздар.